Нұр-Сұлтан қаласындағы көру ықтималдығы нашар балалар балабақшасына келіп, ондағы ауланы тазалау жұмыстарына көмек қолын созып жатырмыз. Бізге нөмір 37 мектеп гимназия лицейн балалары мен жас сарбаздар келіп, бірлесе осындай қайырымдылық акциясын бастап отырмыз. Нұр-Сұлтан қаласында өздеріңізге белгілі қар қалың жауып, көшеміздегі тазалау жұмыстары қарқынды жүріп жатыр. Жастардың, осы елорда жастардың, жас өспірімдердің, қала тұрғындарын қаламыздың осындай тазарту жұмыстарына белсене араласуына шақырамыз. Жетінші мектеп ұжымына және жас сарбаз қозғалысына бізге көмек көрсеткендері үшін алғысымызды білдіреміз. Елімізде осындай азаматтар көп болсын.